Қайырлы күн, құрметті көрермен. Біртұтас тәрбие бағдарламасы жоспарына сай, ұлттық құндылықтарды дәріптеу мақсатында Алматы экономикалық колледжінде француз жазушы драматургы Флориан Зеллердің «Жан әке» драмасынан үзінді қойылым сахналанды. Осыған орай, мен Алматы экономикалық колледжінің директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Танара Әбдібайқызы Тәкпановадан сұхбат алмақпын. Танара Әбдібайқызы, ең алдымен біртұтас тәрбие деген ұғымға түсінік бере кетсеңіз. Біртұтас тәрбие дегеніміз тәрбие мен оқу, олар өзара бір-біріне тығыз байланысты. Сол себептен тәрбие, оқу дегеніміз бұл біртұтас процесс қой. Біртұтас тәрбие бағдарламасы енді 2 жыл болды бізге еніп жатқаны. Ол жақта бізде адами құндылық пенен и ұлттық құндылық дейді. Ұлттық құндылық дегеніміз не? Ол ұлттық құндылық біздің тіліміз, рухани байлығымыз, құндылықтарымыз, одан басқа мәдениет, өнер дегеніміз, ол ұлттық құндылықта, адами құндылық дегеніміз, ол бәрімізге, адамдарға бәріне бірдей келеді, ортақ. Мысалы үшін айтсақ, сүйіспеншілік дейміз, мейірімділік дейміз. Осы біртұтас тәрбие бағдарламасында осы құндылықтарды балаларға дарытып, олардан біз адал азамат тәрбиелеуіміз керекпіз ғой. Тағы да екінші сұрақ. Жақында колледжімізде сөз өнері әдеби драма үйірмесі ұлттық құндылықтарды дәріптейтін «Жан әке» спектаклін қойған болатын. Сол спектакль туралы өзіңіздің пікіріңізді айта кетсеңіз. Ол спектакльға айтатын болсақ, өте жақсы қойылым болды. Бақытгүл Әлімханқызы осы қойылымды Зейлердің шығармасын, ұзақ шығарма ғой, соны қысқа уақытқа қысып көрсетіп атқанында бір өнер ғой. Сол жердегі Зейлер осы өзінің шығармасына Оскар алған. Сол себепті осы жақта Бақытгүл Әлімханқызы өте тамаша көрсетіп кетті де, бұл жердегі құндылық дегеніміз отбасылық құндылық мына жерде. Адами құндылық деп айтып кеттім ғой. Сол нарықтағы адами құндылық деген сүйіспеншілік, мейірімділік, сатқындық десек те болады. Осы жерде жақсы көрсетіліп кетті де, соны біздің балалар, енді келесі сұрағың мүмкін сол болатын шығар, біздің студенттер қалай ойнап шықты, сомдап шыққан. Біздің студенттердің өнеріне қандай баға бере аласыз? Мен енді біз деген өнер колледж емеспіз ғой, сол себептен біздің балаларға мен деген жоғары қоямын. Өйткені деген әрбір бала өзінің мамандығы, біреуіміз айтишник, біреуіміз бухгалтер, біреуіміз деген банк ісінде оқиды. Солар келіп өздерін, бұл енді былай айтқанда хоббилар ғой балалардың, келіп мына жақта жоғары деңгейде көрсетіп отырғандары, ол маған өзіме бір күшті бір әсер берді. Өз әкеңіздің бойындағы қандай асыл қасиеттерді әлі күнге дейін сағынышпен еске аласыз? Ұстамдылық, сабырлық. Сол сабырлық кейбір кезде өзіме жетпей жатады, сабырлық. Сол әкемдегі сол ұстанымдары сағынышпен еске аламын. Әкенің орны бөлек. Әкенің орны бөлек, әр адамның, әр баланың да, ананың да орны бөлек. Сол себептен оларды бөліп айта алмаймыз, бірақ мен әкемнің айтып отырмын ғой, сабырлық дегені, оның бір айтқан ақылдары сол кішкене болса да жетпейді. Әрқашанда біз бала болып қаламыз ғой, қанша жасқа келіп жатсақ та. Жақсы, сұхбат алғаныма өте қуаныштымын. Сұхбат бергеніңізге үлкен рахмет. Сізге де рахмет.